Салем, достар, сендермен бірге мен Каусар, және бүгін мен влог түсіремін. Как давно я это слово не говорила. Салем, достар, сендермен бірге мен Каусар, және бүгінгі видео бізде влог болады. Я, достар, мен наконец-то ютубқа видео түсіремін. Көріп тұрғандарыңыздай, мен ұйқымнан где-то бір сағат бұрын тұрдым. Завтрак ішіп келдім. Қазір мен шашымды істеймін. В общем, қазір қолымды кетіреді өзіме болады. Кеттік. В общем, достар, мен шашымды белый етім болады. Осындай койкамен. Извините, такой прилив эмоций. Короче, тут стоит переход. Қалай, достар, арттағы бардаққа не обращаю внимание, окей? Получилось как-то так. Қазір енді мен боянам. Енді сколько время? Уже 11, маған шығу керек, достар. Мен сағат 12-де үйден шықсам. 12-де шыққым рано. 1-де шығам. 1-де шығам. Еще есть время. Можно успела краситься и потом снять тиктоки. Кешікпеймін, достар. Так, достар, мен, короче, на жерге видно надо? Так, достар, мен жеріме бигуди қойып алдым. Объем болып тұрсын деп, қазір макияж бәрін болғаннан кейін шешіп не істеймін, дұрыстап аламын. Так, мен бетіме уже уходкамды жағып қойдым. Это тонер, сыворотка и крем. Енді іспек шығамын. Менің сендерге бүйтіп көрсетейінші. Ең алдында осыншама менің косметика, чтобы мен бәрін үстіп алдыма қойып алдым, себебі видеоға түсіргім келді, қалай боянатынымды. Негізі мен ана жақта боянам, басқа жақта. Вот, ол жақта боянған ыңғайлы, бірақ мына жақта маған бүйтіп свет түсіп тұр да. И мен андай эстетик герл болып түсірейін дедім. Жеріме қой айна қойып алғам. Ема, мен бетіме неше прыщып кеткен. Вот менде осы именно маңдайыма шығатын жеріне. What is this? Короче, скучно болмау үшін мен қазір өлең қосып қоямын. И ой, не падаем. Мен бүкіл косметикамды құлап атыр. Спасибо. Менің любимый песняларым болсақ. Давайте Джастин Бибер. Короче, достар, өлең тұра берсін. Даусын жай аз айтып қойдым. Мен сендерге неге мен ютубқа видео түсірмей кеткенімді айтамын. Короче, последний раз мен қай кезде түсірдім видеоны. Мен карта желания істеген кезде түсірдім. Это было в декабре. Декабрьда түсірдім. Одан кейін мен жоқ болып кеттім. Себебі достар, мен 11-ші сынып болдым. Мен қазір 11-ші сыныпты бітірдім. Наконец-то, мен мектеп бәрін бітірсам. Мен бұған сенбеймін, достар. Андай чувство, да, типа, неде? Сентябрьда қайта мектепке баратын сияқтысында болды ғой. Но нет. Вот. Мен қазір бетіме кішкене тамақ жағам. Көп емес, чисто мында. Короче,
қатты пигментация бар жерлерге ғана жағамын. Вот. 11 сынып болғаннан кейін әрине 11 сыныпта не бар? 11 сыныпта енді бар. ұбт. Сол ұбт-ға мен дайындалған болатынмын. Бүкіл уақытымды ұбт-ға құртып, бүкіл бос уақытымды, бос емес уақытымда бәрі, короче, ұбт-мен кетті. Из-за этого ютубта да мен жоқ болып кеттім. Оған дейін неге мен түсірмеймін, себебі оған дейін не болды? Мен просто түсірмеймін. Білмеймін. Просто желание болмады. Мүмкін өте біртүрлі естілетін шығар, бірақ білмеймін. Андай шаршап кеткенде болдым ба ютубтан, білмеймін. Енді мен қайттан түсіргім келіп жүр, себебі маған қайттан қызық болып кетті. Енді осы жолы мен тастап кетсем, достар, мен бүкіл бетіне жақып ұстадым ғой. Осы жолы тастап кетсем, мен жұрт боламын, достар, короче. Вот. Солай. Негізінде, мен жайдан жай кетіп қалған жоқпын, менде себеп бар. Тек осы жылы ғана оған деген әшін сылтау болып тұр ғой, түсіргім келмеді деген. Просто монтаж істеген қатты ұнайды да. Ұнайды істеген да, прям күшті результат шықса ұнайды. Если андай процесс ұзақ болып кетсе ұнамай қалады да, істегіп отырғым келмейді, мен бәрін. Короче, сондай. Короче, басқа сөз білмейсің бе? Қазір мен тоным кішкене тұра тұрсын. Мен просто қасымда не істеуді ұмытып кеттім, гель жағуды ұмытып кеттім. Мен езі қасыма гель көп жақпаймын. Типа, как всегда жақпаймын деген ма? Просто бүгін жаққым келіп тұр, себебі мен бүгін суретке көп түсемін. Енді жайдан жай қыдыруға баратқан жоқпыз ғой. Из-за этого хочется, чтобы мен онша көрініп тұрған жоқ, бүйтіп істейінші. Нормально ма? Или то же самое? Я не знаю. Короче. Вот. Суреттерім нормально болу үшін, түрім нормально болып тұру үшін. Why not? Неге жақпасқа? Неге мен депрессияк өлеңдерім қосылып кетті, мен оларды бұндай кезде тыңдамаймын ғой. Дрейк қайда, Дрейк? Дрейктің новый альбомы қалай, достар, сендерге? 3 альбом шығарып тастаған ес. Мен үшеуін бәрін тыңдаған жоқ, мен тек біреуінде ғана жүрмін. Маған андай отдельный не керек та? Күн керек, чтобы послушать альбомы. Мен әдейі андай сөйтіп таңдай маған ұнайды өлең, сөйтіп таңдаған андай. Білмеймін. Таңдайықшы. Осы маған больше ұнайды. Шабейн. Енді можно распределять. All of my ass again. Why did they gas me up? Where did they go? I had it. How much I got? A lot. Don't leave again. I won't. Oh yeah. Phew. Эй, ёлки. Хоп. Енді консилер жағамыз. Ой. Енді консилер жағам. Достар, менде осындай капристика. Мен, кстати, тоналка менде люкс визаж. Гель для бровей. Тоже люкс визаж. Это Роудло. Эспик. Енді мен қазір Дрейктің ең любимый өлеңін болсам. Вот. Обожаю. Осындай кисточкамен консилерді несем. Жағам. Girl, I can't decide if I should stay and say I tried. I should leave and say goodbye. It's killing me inside. Жабылмайды. Не бәлен ау? Фу. Бесит меня.
осылай қойып қоямын. Не буду трогать. Influence 03 оттенок. Будем делать контуринг. Мен мұрным қыз болып қалды. Talk with your friends, got it changing your mind. Talk with your friends, got it changing. Talk with your friends, got it changing your vibe. Talking to your friend. Another misunderstanding, of course. I pushed you away, cause that's what I could afford. We fade away till it truly hurts. So left and I'm crying, we only make it worse. Капец, на камере прям видно, да, то, что вот контуринг, типа. В жизни вообще не так, типа. Незаметно. Stayed away, when hate to stay. I've been torn and stay sad. Kissing my Swedish boy over FaceTime. Who knew? Hoping your love would make me a headline. Boots, that's my ego boots. Schedule and been loose for the minute. Yeah, I'm the girl I've been in. What can I say? Мына бәлдетпен жауылмадым, достар. Өкінішке орай. Бүгін мен как румяна хочу использовать свою помаду. Это Influence 14 оттенок. Ол андай, неге ұқсайды, Роудтың анау оттенегі бар ғой, ең популярный. Ұмытып қалмадым. Роуд что-то там. Инфлюенсный фиксатором себетін боламын. Менде бұл анандай, который не матовый, глянцевый. Нет, не глянцевый. Увлажняющий, да. Глянцевый. Короче. Да, страшно. Эй, всем же. Бетіміз одан сайын билет қыламыз. Осы блокнотпен кептеге емей бітқандырым. Артизаж, пудра. Қазір типа бейкинг істейміз. Мен негізі ойлаған бүгін легкий мейк істейін деп. Нифига. Шу осындай однушка. Это 173 оттенок. Мен қазір немді стрелкемді дұрыстап келем и переход болады. Общий макияж дайын болған кезде, давайте. Короче, достар, мен на влогты монтировать етіп отырып, маған срочно макияж туралы видео түсіру керектігін түсіндім, поэтому давайте осы влогтың астына комментария спам ететіндер мен видео түсірем. Короче, достар, мен шықтым. Мен сендерге аутфитімді көрсете алмаймын, потому что мен автобусым келе жатыр. Короче, поэтому тиктоку посмотрите, какой у меня классный аутфит.
Наконец-то мы зайдемся. Оқысай. Біздің мәдениет. Біз уже бірінші залда болдық. Бізге бірінші зал мүлде ұнамады достар. Екінші зал более интересный. Тут про біздің қазақи мәдениет. I can't stand it. Go to school, okay? I go to school. Kazakhstan history has long been shaped by mobility, sometimes Ага. Перевод. Она с них снова перейдет. История Казахстана имеет большое, длинное мобилизацию. Хорошо. Нельзя трогать. Анеля, успокойся, пожалуйста. Некультурный бог. О, давайте вот эти картины посмотрим. Картины давайте. Вот девочка вот так оделась. Очень красиво. Эта девочка тоже. И эта девочка. Пум-пум-пум-пум-пум. Анель, иди сюда. Сам сұрақ қоямын мен қазір. Екеуіңіз жоқ ма? Анель, сізге музей ұнады ма? Я? Жоқ. Ожидание реальность болды ма? Я. Маған ұнады? Я ожидала этого. Что ты ожидала? Нормально, скучно емес, нормально. Ты думала, прям скучно будет, да? Да. Это вообще не культурный эфир, достар. түсінбейді ондай. Саня, как тебе? Ты тут во второй раз. Да, я забыла, я что знаю. Женя бізге күшті локацияларды көрсетті. У меня нету микрофона. Ну ладно. Біз күшті. Ждите. Я, мынау дым сүртпетсем айткен, ағаш екен. Ждите новый пост. Анель, иди покупайся там. Вот там. Давай. Хоп. Мы закрываем ваш счет бесплатно. Ой, бай. Анеля неше түрлі схемалар ойлап жатыр. Как бесплатно похавать деген. Можно пойти? Можно. За красивые глазки? Да? Да, это же после салона. Ну, why not, да? Скажем то, что мы блогеры, и давайте нам бесплатно. Быстро, быстро. Рейнбоу, фонтанчики. Мы все еще идем до кафешки. Нам еще ходить минут 20. Очень милые. Ема! Вот радуга прям круглая. Смотрите.
У нас вода капает. Радуга. Анеля. Короче, достар, біз еле как жеттік. Жаяу. 20 минуттай ма жүрдік. Вот. Қазір және мен ана қолдарын жуға кеттім. Мен телефон зарядкеге қойдым. Ура! Вот так сидим. Бізге официант келсе екен, пожалуйста. Анеля лимонды шоколада. Что ты делаешь? Лёг не могу достать. Уже нёгки греческий салат и пицца. Анеля өзінің пастасын тауысып қылады. Мен бәрін жеп қойдым. Я молодец. Вкусно хотя бы? А? Вкусная была? Да. Романтично, она? Самолетик, да? А что слышался, да, Анель? Солай, повар готовит. Тебе на это любой вкус. Ой, давай. Женя, у нас все вкусное, да? Мы покушали! Наконец-то. Теперь у нас хорошее настроение. Сыр. Посмотрю. Ойбай, мынау сауайын деп жатыр мына сырды. Енді біз достық плазаға қарай баратыр. У нас цель Жаняның телефонын зарядить. Да. Еще біз неге түсеміз. Фотопутқа ашып кетеміз. Вот так вот идем. Без метродамыз. Анель, мы как тебе 120 не нашли? Сұрадық мороженыйға бардық. Маған жоқ деп. Сосын басқа жерге бардық, маған тимен 10-20-30 тұрас деп. Вот. Авиасейлс, свяжитесь со мной. Я вам такую рекламу сделаю. Бәрібір ғой. Главное, Hermes же. Розовый один, не знаю. Какой-то, блин. Мы заряжаем телефоны. Потом закажем такси и қайтамыз үйге. Почему зима зимой? И покушали мега, ой, достыққа бардық. Ой, дай писать. Давай заново. В общем, біз тамақ жедік бүгін. Жоқ, бірінші біз музейге бардық, тамақ жедік, достыққа келдік, телефон зарядтадық, сушляк алдық. Да, но я еще хочу гулять. Анель молодец, мен бүкіл айтқан сөзін, айтқым келген сөзін бәрін айтып берді маған. Мы ждем такси, короче. Номер 400 что-то там, да? 425 деген автобустың деп отырмын. Такси күтеміз. Уже әбден андай автобусқа жатып алғанбыз ғой. Бедный ушеник. Иә. Мы идем домой. Ура! Ой. Елеватыр ғой, жетіпсің. Бірге қосып беймесі оны бар. Сонымен достар, менің екі құрбым да мені остановкама дейін шығарып салып, автобусыма дейін мінгізіп жіберді. Одан кейін үй жаққа жеткен соң алдымнан ағам мені күтіп алып, екеуміз Каспий постаматтан заттарды алып кетіп, жолда анпакинг жасаған болатынбыз. Давай. Сәлем достар, бүгін распаковка жасаймыз. Қайсынан бастаймыз? Аша берсең? Ойбай, бісміллә. Аша берсең любой. Ой, здесь носки. Не носки. Короче, 5 теңге. Чуть-чуть жетпей жатқан ғой. Носки алғам. Здесь носки я дома вам покажу, ребята мои. Қарама. Здесь... Сумка. Нет. Здесь кисточки. Сурет атың ба? Жоқ. Боянатын. Вот такой же дома покажу. Здесь мамин блеск. Я ей подарок купила такой. Здесь, я не знаю. Сық біл. Здесь салфетки. Ой. В общем, достар, мен наконец-то үйдемін. Наконец-то. Вообще. Күшті қылдардық, мамады. Шашып кеттім бірақ. Кстати, жаңа ампулиттен
осындай носки. Потом еще покажу. Осындай кисточки для макияжа. Качество хорошее, но их нужно помыть, потому что они воняют. Вот. Осымен мен бүгінгі влогты аяқтаймын достар. Всем пока. Ертең тағы влог түсіремін. Бай-бай.